Үш тілек. Ертеде екі бауыр өмір сүріпті. Оның бірі бай, екіншісі кедей болыпты. Байдың үлкен берік сарайы болыпты, ал кедейдің кішкентай ескі үйшігі ғана болыпты. Бір күні ақсақал жолда келе жатып, байдың үйіне бет бұрады. Түнеп шығуға сұрансам, қайыршыға кет демес деп ойлайды. Есігін қақса, есікті қожайынның өзі ашып, ашулана сұрайды. Не керек? Бір күн қонып шығуға бола ма? Деп сұрайды қайыршы. Жаныңның барында көзіңді жоғалт, деп айқайлайды бай. Қайыршы кедейдің үйшігіне келіп, есігін қағады. Есіктің оның әйелі ашып, мейірімді жүзбен қарсы алады. Дастарханға отырғызып, оған ас береді. Тамақтан соң әйелі күйеуін шетке шақырып айтады. Екеуміз жерге жатайық та, төсекті қонаққа босатып берейік. Күйеуі келіседі. Олар солай істейді. Таң атысымен қонақ тұрып, жолға жиналады. Қоштасар сәтте былай дейді. Маған 3 тілектеріңді айтыңдар. Олар орындалады. Кедей әйелімен денсаулық, қалағанынша нан және жаңа баспана сұрайды. Қалағандарының барлығы орындалады, деп қайыршы кетіп қалады. Таң ата бай бауырының әйелі терезеге келіп қараса, кедей бауырының жаңа үйін көзі шалады. Күйеуін оятып айтады. Бұны кешегі қайыршыдан өзге ешкім істей алмайды. Сен тездетіп, сол қайыршыны қуып жетіп, бізге де бір нәрсе сұра. Бай қайыршыны қуып жетіп, одан сұрайды. Мағанды 3 тілек айтуға мұрсат бер. Үйіңе бара бер, қалағанның барлығы орындалады, дейді қайыршы. Бай үйіне қайтып бара жатып, не тілейтінін ойлана бастайды. Ал ат тартынып орнынан қозғалмай қояды. Ашуланған бай айқай салады. Өліп қалғыр кәрі мәстек. Ат сол тұста құлап, өліп қалады. Міне бірінші тілек орындалды. Ер тоқымды иығына салып, бай үйіне қарай жүреді. Өкініп келе жатқан бай былай дейді. Ер тоқым үйде қалып, әйелім ер тоқымда отырғанда ғой. Үйіне келсе, әйелі ер тоқымда отырып, тұра алмай оған айқай салады. Сен не бүлдірдің? Бай не істерін білмей дал болады. Себебі оның соңғы тілегі ғана қалды. Егер ол байлықты тілесе, әйелі ғұмыр бойы ер тоқымда отырып қалар еді. Амалсыздан бай әйелінің ер тоқымнан түскенін тілейді. Осылай бай атынан айырылып, жолда жаяу шаршап, әйелімен ұрсысып қалады. Ал кедей болса, жаңа үйінде мәз-мейрам болып, қайғыны білмей өмір сүріпті.